2019 жылдың 26 сәуірінде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде Нұр Отан партиясы сайлау бағдарламасының қалыптастыру бағыты бойынша партия супервайзер комиссиясының көшпелі отырысы өтті. Жиын университеттердің академиялық менеджментін, біртектілігін кеңейту және жекеменшік университеттерді коммерциялық емес ұйымдарға айналдыру және Назарбаев университетінің мысалында қолданыстағы білім беру инфрақұрылымына негізделген жаңа аймақтық университеттің құрылу барысына бағытталды. Айтулы отырыста Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Әбдіманап Елікбайұлы Бектұрғанов модератор ретінде сөз сөйледі. Шара барысында Қазақстан Республикасының білім және ғылым вице-министрі Фатима Надырқызы Жақыпова, Қазақстан Республикасы парламентінің мәжіліс депутаты Жәмила Нүсіпжанқызы Нұрманбетова, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің ректоры профессор Тахир Оспанұлы Балықбаев, Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орындар ассоциациясының президенті Рахман Алшанұлы Алшанов, Халықаралық бизнес университетінің ректоры Дархан Жұмақанұлы Ахмад Заки және Алматы менеджмент университетінің ректоры Гүлмир Аманжолқызы Құрғанбаева баяндамалары ұсынылды. Жиын соңында пікірталас, сұрақ-жауап қойылып, көптеген ұсыныстар айтылды.